мұғалімі Есқұлова Гүлсая. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жай бөлшектерді қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сіздер бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды, сонымен қатар бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындауды үйренесіздер. Ең бірінші біз бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды қарастырайық. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда, олардың алымдарын қосып, алым етіп жазып, бөлімдерін өзгеріссіз қалдыру керек. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алым етіп жазып, бөлімдерін өзгеріссіз қалдыру керек. Ережеге сәйкес әріптермен жазып көрсетсек. А бөлінген С қосу В бөлінген С тең А қосылған В бөлінген С. Яғни бөлшектің бөлімдері бірдей, демек алымдарын қосып, алым етіп жазып, бөлімдерін өзгеріссіз қалдырамыз. С тең емес нөлге, яғни бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек. Азайтуда да дәл солай. А артық немесе тең В-дан, С тең емес нөлге. Айталық, бізге берілген фигура бірдей 8 бөлікке бөлінген. Осы 8 бөліктің 3 бөлігі көк түспен, 2 бөлігі қызыл түспен боялған. Енді біз қанша бөлігі көк және қызыл түстермен боялғандығын және қанша бөлігі боялмағандығын анықтап көрейік. Бізде 3 бөлігі көк түспен боялғандықтан, оны 8-ден 3 деп аламыз. Және 2 бөлігі қызыл түспен боялғандықтан 8-ден 2 деп аламыз. Енді бізден сұрап тұр, қанша бөлігі көк және қызыл түстермен боялған деп. Ол үшін біз 2 бөлшекті қосуды орындаймыз. Тақырыпқа сәйкес. Бізде бөлімдері бірдей 8, алымдарын қосып, алым етіп жазамыз. 3-ке 2-ні қосқанда 5, шешімі 8-ден 5-ке тең. Келесі, қанша бөлігі боялмаған? Яғни бізде барлығы 8 бөлік болғандықтан 8-ден 8 азайту 8-ден 5. Тең болады 8-ден 3. Яғни бөлімдері бірдей, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алым етіп жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. Енді бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуға тапсырма орындайық. Бірінші, 7-ден 3 қосу 7-ден 2. Бізде бұл жерде бөліміне назар аударамыз. Бөлімдері бірдей, демек алымдарын қосып, алым етіп жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. 3-ке 2-ні қосамын. 5 бөлімі 7, шешімі 7-ден 5-ке тең. Келесі, екінші, 5-ден 3 қосу 5-ден 4. Бұл жерде де бөлімдері бірдей, демек алымдарын қосып, алым етіп жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. 3-ке 4-ті қосамын 7, бөлімі 5 өзгеріссіз қалады. Енді шешімге назар аударамыз. 5-ден 7. 5-ден 7 бізде бұрыс бөлшек, демек біз бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыра аламыз. 7-ні 5-ке бөлгенде біз ойша 1-де береміз, демек 1 бізде бүтін болады. Бөлімі өзгеріссіз қалады, қалдық алымына жазылады. Сонда шешімі 1,5-ден 2-ге тең. Үшінші, 8-ден 5 азайту 8-ден 3. Бұл жерде де бөлімдері бірдей, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алым етіп жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. 5-ден 3-ті азайтамын 2, бөлімі 8-ге тең. 8-ден 2 назар аударамыз. Бұл қысқартылатын бөлшек. Яғни біз жай бөлшектің негізгі қасиеті бойынша бөлшектің алымын да бөлімін де бірдей санға бөлуге және көбейтуге болады. Қысқартылатын бөлшек болғандықтан біз 8-ден 2 бөлшегін 2 санына қысқарталамыз. Шешімі 4-ден 1-ге тең. Келесі, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды қарастырамыз. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу немесе азайту үшін ең бірінші бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Сосын барып, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу немесе азайтуды орындаймыз. Мысалы, 15-ден 8 қосу 25-ден 3. Бөлімдеріне назар аударамыз. Бөлімдері әртүрлі. Яғни біз ережеге сәйкес бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіруіміз керек. 15 пен 25, яғни ортақ бөлім бұл жерде. Ең үлкені 25. 25-ті 15-ке бөліп көрейік. Бөлінбеге, демек біз 25-ті еселейміз. 25-ті 2-ге көбейтіп көрейік. 50. 50 саны бізде 15-ке бөлінбейді. Келесі 25-ті 3-ке көбейтіп көрейік. 75. 75 саны бізде 15-ке бөлінеді. Сонда 15 пен 25 сандарына ортақ бөлім 75 екен.
Ары қарай 75-ті 15-ке бөліп, алымындағы санның үстіне шыққан санды толықтауыш көрсеткіш етіп жазамыз. 75-ті 15-ке бөлгенде 5, 75-ті 25-ке бөлгенде 3. Ары қарай алымдағы сан мен толықтауыш көрсеткіштерді көбейтіп, қосып шығарамыз. 8-ді 5-ке көбейтемін, қосу 3-ті 3-ке көбейтемін. Ары қарай 8-ді 5-ке өткенде 40, 3-ті 3-ке өткенде 9, алымы 49-ға тең, шешімі 75-тен 49. Келесі, 5-тен 3 азайту 7-ден 1. Яғни бұл бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайтуға мысал. Бөлімдері әртүрлі, демек ортақ бөлімге келтіреміз. 5 пен 7-ге ортақ бөлім жаңағыдай қарастырамыз. 7 5-ке бөлінбейді, яғни 7 саны ары қарай еселеп көреміз. 7-ні 2-ке көбейтемін, 14, 14 5-ке бөлінбейді. 7-ні 3-ке көбейтемін, 21, 21 5-ке бөлінбейді. 7-ні 4-ке көбейтемін, 28, 28 де 5-ке бөлінбейді. Демек 7 мен 5-ті өздерін көбейтемін, 35, 35 5-ке бөлінеді. Сонда 7 мен 5 сандарына ортақ бөлім 35 саны. Бірінші мысалдағыдай 35-ті 5-ке бөліп, шешімін толықтауыш көрсеткіш етіп жазамын. 7, 35-ті 7-ге бөлемін 5. Алым мен толықтауыш көрсеткіштерді көбейтіп, азайтып шығарамын. 3-ті 7-ге көбейтемін 21, 1-ді 5-ке көбейтемін 5. Сонда шешімі 35-тен 16-ға тең. Тапсырма. Бірінші, 1 азайту 10-нан 3. Енді біз қараймыз. Бір санын біз бұрыс бөлшек түрінде жаза аламыз. Ол үшін мына бөлшекке назар аударамыз. 10-нан 3. Бөлшектің бөлімі 10-ға тең. Демек біз бір санын бөлімі 10-ға тең бұрыс бөлшек түрінде жазуымыз керек. Сонда 10-нан 10 деп аламыз. Яғни 10-ды 10-ға бөлгенде 1. Ары қарай 10-нан 10 азайту 10-нан 3. Бөлімдері бірдей болды. Демек азайтқыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып алым етіп жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. Сонда 10-нан 3 азайтқанда 7, шешімі 10-нан 7-ге тең. Келесі, 3 азайту 5-тен 2. Бұл жерде де дәл солай 3 санын бұрыс бөлшек түрінде жазуымыз керек. Ол үшін мына бөлшекке назар аударамыз. Бөлімі 5-ке тең. Демек 3 санын біз бөлімі 5-ке тең бұрыс бөлшек түрінде жазуымыз керек. 5-тен 15, яғни 15-ті 5-ке бөлсек, бізде қайтадан 3 шығады. Енді 5-тен 15 азайту 5-тен 2 бөлімдері бірдей. Дәл солай жаңағы алымдарын азайтамыз. 15-тен 2-ні азайтсақ 13, шешімі 5-тен 13 болып. Мұқият қараймыз. 5-тен 13 бұл жерде бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті біз аралас сан түрінде жаза аламыз. Бөлгенде біз 2-ден береміз, демек 2 бүтін 5-тен 3-ке тең. Келесі, жақша ішінде 11-ден 1 қосу 11-ден 5 жақша жабылған, қосу 11-ден 3. Ең бірінші біз жақшаны орындаймыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан бізге орындау оңай болады. Және алымдарын қосып алым етіп жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. 1-ге 5-ті қосқанда 6, 11-ден 6, қосу жақшаның сыртындағы 11-ден 3-ті қосамыз. Бөлімдері бірдей, алымдарын қосамыз. Сонда шешімі 11-ден 9-ға тең. Балалар, біз бүгін жай бөлшектерді қосу және азайтуды үйрендік. Зейіндеріңіз ашылсын, назарларыңызға рахмет.